Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ағылшын тілінен сөздік қорды қалай көбейтуге болады, сөздерді қалай тез жаттауға болады, сіздерге осыған қажетті программамен таныстырамын. Бәлкім сіз бұл программаны бұрыннан бері білетін боларсыз. Play Marketке кіреміз. Play Marketке кірген кезде біз Quizlet деп жазамыз. Программаның аты Quizlet. Міне мен скачать етіп алғанмын уже. Сол программаның ішіне кірген кезде осы программаның ішінде біздің алдымызда бізге дейінгі талай адамдар жаттаған сөздер бар. Мысалға, поискқа кіресіз. Сөйтесіз, сіз егер де IELTS-қа дайындалып жатқан болсаңыз, мына жерге поискқа IELTS деп жазасыз. Сөйтіп, сізге IELTS-қа қатысты неше түрлі сөздер шығады. Мынандай папка. Мына жерде Анна Шевкина өзі жинаған әртүрлі сөздерді өзі бір папкаға. Осы жерде мысалға сөздерді переводымен қойып қойған: бачат, гистограмма, лайн граф, график, флоучарт, схема процесса деген сияқты. Мына жерде IELTS-тың writing частина байланысты сөздерді переводымен қойып қойған. Сіз аласыз да осы жерден мына жердегі тест дегенге кіресіз. Сөйтіп, бір жаттағанда қанша сөз жаттағыңыз келеді? 20 сөз ба немесе 10 сөз ба таңдап аласыз. Сөйтесіз де ары қарай мына жерден true false таңдауға болады, multiple choice деген ABCD варианттар таңдауға болады, немесе written дегеніміз бірден жазбаша жазып ответін бергіңіз келе ма? Мысалға мен ABCD мен жаттаған маған жеңілірек. Сөйтесіз, өстіп таңдап шығады. Мысалға падать, снижаться, уменьшаться дегеннің отырасыз да осы жерде ответін табасыз. Мысалға to fall, напряженный дегендердің бірден барлығын бүйтіп ответін белгілеп отырасыз. Сізге бірден дұрыс емес деп жасыл, қызыл жанып отырады. Сөйтіп барлығын белгілеп болғаннан кейін сізге соңғы жағында бірден ответі шығады. Мысалға міне 20% сен 10 сөздің 2-ін дұрыс белгіледің, 8-і қате болды деген сияқты қылып. Сосын уже қате болғаннан кейін сіз мына жақта өзіңіздің дұрыс, қай жерден қате жауап кетті, қай жерін дұрыс белгіледіңіз көріп аласыз. Сосын осы тестті қайтадан не қыласыз, өтесіз. Сөйтіп тестті жаттап алсаңыз болады. Өстіп сөздерді жаттап аласыз. Немесе сіз егерде мен біреудікін өткім келмейді, керек емес, мен өзім сөздерді құрастырып, өзім жаттағым келеді десеңіз, онда шығасыз. Мына жердегі плюс белгісін басасыз да, create study set деген бар. Осы жерде өзіңіз жаңадан тема құрастырасыз. Мысалға, мен IELTS-қа дайындалып жатырмын, мен теманы IELTS деп қоямын. Сөйтемін да астына қатысты өздерім сөздерді қажетті сөздерім жазып жаттаймын. Мысалға, кез келген сөз, мысалға refugee деген сөзді қоямын да, мысалға, мына жерден өзі де шығады. Бірақ бұл жерде сізге ағылшынша дефинициясын береді. Егерде сіз ағылшынша дефинициямен жаттаймын, маған қазақша қажет емес десеңіз, онда ағылшынша дефинициясымен жаттайсыз. Ол кезде рахат, бұл программа дайын сізге шығарып береді. A person who has been forced to leave their country in order to escape war. Мысалға, refugee дегеніміз өз елін тастап кетіп қалған адамды айтамыз. Өстіп, осы сөзбен жаттасаңыз болады. Немесе мына жерге сіз қазақшасын жазасыз. Мына жерге тересіз, немесе ол адам өз елін тастап кеткен адам деген сияқты толығымен жазсаңыз болады, өзіңізге жаттауға жеңіл болсын деп. Сөйтесіз де мына жерде окейді басып, осы тестті сақтап аласыз. Мысалға, менде осындай өзімнің дайындаған тесттерім бар. Мысалға, мен мына жерде IELTS-қа дайындалып жатқан кезде IELTS culture деген культура, мәдениетке қатысты сөздерді жаттаған болатын. Мысалы, heritage, мұра, values, құндылықтар деген сияқты, stereotype, prejudice. Кейбіреулері ағылшынша дефинициямен тұр, кейбіреулері байқасаңыздар орысша тұр, кейбір сөздер мысалға тіпті қазақшамен де жазып қойғанмын аудармаларын. Өзіме қалай ыңғайлы, солай сақтап қоямын. Мысалға міне segregation, дініне, цвет кожасына байланысты адамдарды бөлу деп өзіме қалай ыңғайлы, солайынан сақтап қойғанмын. Өстіп, сөздерді жаттап, осы тесттерді күніне 2-3 рет, 4-5 рет жасасаңыз тіпті жақсы, қайта жаттау тез
жаттап алатын боласыздар. Бұл ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ағылшындарыңыз дами берсін, дамыта беріңіздер.